Ілияс Жансүгіровтің Райхан пьесасы қазақ әдебиетінің алтын қорына енген туынды. Ол 1926 жылы жазылып, кеңес заманындағы әлеуметтік теңсіздік, әйелдердің құқығы және білім алу мәселелерін көтерген. Бұл шығарма драматургтың әйел теңдігін қорғауға арналған алғашқы шығармалардың бірі. Пьесаның негізгі сюжеті Райхан есімді қазақ қызының тағдырына негізделген. Ол ескі салт дәстүрлер мен қоғамдық әділетсіздіктерге қарсы шығып, өз бақыты үшін күреседі. Райханның бейнесі арқылы Жансүгіров әйелдердің ішкі қайсарлығы мен білімге деген ұмтылысын суреттейді. Шығарма қазақ сахнасында алғаш рет қойылып, қоғамға үлкен әсер еткен. Ол сол кезеңдегі маңызды әлеуметтік мәселелерді қозғап, әйелдердің теңдік пен бостандыққа ұмтылуына шабыт берді. Райхан пьесасы қазақ драматургиясының дамуына жол ашқан құнды туынды болып қала береді.